Бірден негізінде айтайын дегенім бұл таныстықта бір не көріп тұрған жоқ па осы ханым? Не көріп тұрсыз? Бір ертең күні бір жұп шығатындай бір сондықтан жоқ той дегеннен бөлек просто қызды да ойлау керек та. Ертең бұл кісі көңіліне қарап дегенде сырласып, ертең бір кездесулер жасаса, өзінің абыройы да просто. Сондықтан мен ойлаймын, бұдан да бір жалғастырудың қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын. Өйткені менің абыройыма не болады, Абылай? жоқ, енді көп ұзаққа бармайтын сияқты деген да, просто өйтіп бір таныстық жасап, ары қарай тоқтатып тастап, өйтіп қажеті жоқ та, одан да қазден ойланып көр деген. Сұлулықты ашпа деп отырсыз ба? жоқ, ашылғаннан кейін ойланып көр деген да. Балсахан, Шолпан. Сүлейман мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, Ақерке біздің арамыздағы ең әдемі қыздардың бірін таңдап келгенсіз. Расында да, бірақ жаңа айтып жатсыз ғой, мен Ақеркенің сол өзін қалай сөйлей алатын, қай жерде қалай сөйлей алатындығына қарап келдім деп жатсыз ғой. Енді бұл қыз негізі өзі қалай сөйлеуден бөлек, жігіттермен қалай манипуляция жасауды да жақсы білетін негізі. Сіз білмеген болсаңыз, бұл қыздың мына жерде арамызда отырған екі жігітпен манипуляция жасайтын сондай ойыны бар да. Енді ол ойында бір жігітті өзіне қаратамын деп, артық қыламын деп тыртық қылып қойып, енді жібереріне жіберіп алып, қалай қайтарарын білмей, екінші адамды қосып алғаны бар да. Осы ойында сіз үшінші жігіт болып қаламын деп ойламайсыз ба? Ойламайын. Қорықпайсыз ба содан? Жоқ. Жоқ, Балсахан, мен айтамын да, мына жерде отызға келіп өсек тасығанша, кішкене өз жағдайыңды ойласан. Хотя бы сен жарайды, маған мүмкін солай тиісіп айтқан келген шығар, бірақ еще үміткерді жіберіп алды, айтып жатыр ғой мына жақта. Енді Ақерке, так, Сүлейман, қош келдіңіз. Енді бізде Ақерке ажырасқаннан кейін аузы күйген үрлеп ішеді дейді. Осы жерде Нұржанды кішкене бір күйеуімен салыстыра кеткен еді. Ол енді жақсы жағынан салыстырды ғой, чтобы сондай бір қателіктер қайтадан қайталанбасын деген сияқты. Егер де болашақта Ақерке сізге мына жеріңді өзгертші десе, өзгертуге тырысасыз ба? Жоқ, әрине, өзгерту. Адам қалай бар, солай қабылдап білу керек, біріншіден. Екіншіден, ол әркімнің өзінің санасына байланысты. Біреуге ақыл айтудың да, өзгертудің де қажеті жоқ. Гаухар ханым. Сүлейман мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа Ақерке белгісіз жаннан гүл сыйлықтар алып жүр ғой, оны естідіңіз, ол сіз емеспін деп айттыңыз, Осы тұста мен Абылай туралы айтқым келеді, біздің ойымызша оны Абылай беріп жүр деп. Енді сіз болашақта соған тосқауыл қоя аласыз ба? Абылаймен араласуына, Абылайдың қамқорлығын көруге. Әрине. Біріншіден, ешқандай дәлел жоқ, что ол Абылайдікі екен. Мен ойлаймын, Абылай негізі енді саналы адам деп мен оны білемін да. Ол егер де маған ұнататын болса, сырта да келіп айтатын еді да, и қолыма беретін еді деп ойлаймын. Негізі белгісіз жан деп мен де ойлағам, үміткерден ба деп. Бірақ енді ол Абылай деп ойламаймын. Ақерке, сен өзің сыйлық келген кезде айттың ғой, бұл сыйлық Абылайдан келген сияқты, өйткені оны Айданаға берген еді деген сияқты айтты ғой. Енді бәрі сол жерден заказ беруі мүмкін деген сияқты ғой. Олай андай үміткерге айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ойын бұзбай ақ қойсаңыздар. Мысалы, Абылай үміткерін сенімен шатастырады, даже атын шатастырады, Ақерке деп айтады, мысалы. Ойлаш? Кімге? Алдындағы үміткеріне Ақерке деп айтты деп ренжімеді ғой. Бұл кезде осы Ақерке еді ғой. жоқ, сіздер қайдан білесіздер, қай Ақерке екенін қаяқтан біліп отырсыздар? Мен білетін шығармын, мысалы өзім. Біз кастингтен бері біреміз ғой, енді сенің Ақеркеге деген бір жылы жоқ, білеміз ғой енді, содан бері білеміз. Гаухар ханым, мен мысалға жасағым келген нәрсені туған күнде барып жасап жүрмейді. Шөптің басы қимылдамайды. Шөптің басында жел тұрмаса да, қонса да ол қозғала береді. Мен сізге айтайын, мен құттықтағым кез... Абылай, сен айтшы, мысалы, Ақеркені туған күнмен құттықтап бардым дедің, дос ретінде дедің. Ал неге Лаураны Салтанаттың туған күні болды ғой, сол кезде неге сен солай жасамадың? Қай кезде болғанда білмеймін мен, шыны керек. Жақсы. Мен ол кезде бұл жақта Алматыда болмаған шығармын, может быть. Мен сосын айта салшы, мен мысалға туған күнде қалай құттықтадым, солай мен сезімді білдіре салатын едім, білдіргім келсе, негізінде. Соны кішкене ұғып алсаңыздаршы, дапtarдай бастарыңызбен. Жақсы, Шерхан. Мен Абылай сөйлесе кәдімгідей түңіліп кететін болыппын осы соңғы уақытта. Тыңдап қалдыңыз. Сол кіріп кетіппін ғой. Абылайдың манерасы ұнайды да мағанша сөйлеген кездегіше бір күшті жеткізеді. Енді мен осы тұрғыда Ақеркеге сұрақ қойыншы. Үміткер келді, енді ол сыйлықтар үміткерден емес екен. Енді келіп жатса болашақта қабылдайсың ба?
Егер де енді біздің таныстығымыз басталып бәрі жақсы болып жатса, онда әрине қабылдамаймын, ол сыйластық деп ойламаймын. Балсахан енді мына жерде мынандай болады ғой негізі қыз баласында бір сезеді, не болмаса әлеуметтік желіде саған біреулер жазуы мүмкін, не болмаса енді білу керек деп ойлаймын әрбір қыз баласы, или ол жіберіп жатқан адам да бір намек жібереді ғой, осындай деген сияқты бір сен кім деп ойлайсың өзіңнің ойыңды жеткізші нақтылай, потому что сен еш нәрсе айтпайсың да өтірік күле саласың да жаба саласың ол теманшы. Қазір де күле салам. Көрдіңіздер ма, қараңыздар, өзі бұл қулығы ішінде да сен өзіңнің қандай адам екеніңді осылай көрсетіп жатсың. Сен бәленің бәрін біліп тұрсың, или сен өзіңе өзің сыйлық істеп, өзіңе өзің внимание беріп жүрсің. Нұржанның ашуын шығару үшін деп ойлаймын, болды. Әйел адамда әртүрлі қыры болу керек та. Кейде біз қолымыз мүмкін. Аяқ мысалға бой ұзын десе бой қысқа адамға үйленіп қалуы мүмкін. Сіздің ақталатын сәтіңіз емес. Неге? Бұл сіздің талабыңыз. Сіз солай айттыңыз ғой, ол сіздің аузыңыздан шыққан нәрсе. Менің ескертуім бұл жерде қыздар бір-бірімізді олай түсірмей қояйық. Қажеті жоқ. Ал Абылайхан, сіздің күйіп пісетін орныңыз емес, өзіңіз сол кезде айттыңыз. Еш нәрсе ойланбастан ондай талап қоймау керек еді. Ақеркеге айтқым келіп отыр да, Ақерке негізі жалпы сен қыз деп, қыз баласы қу болу керек деп всегда айтып жүрсің да, и мен саған айтқым келеді да, сен осы нәрсеге сенесің ба? Еркек адам әйел адамнан биік тұру керек, және де успешный еркектің артында әйел адам тұру керек дегенге. Өйткені мен ойлаймын да, сенің жағыңнан осы нәрсе қатты байқалады. Сен еркекті наоборот түсіру арқылы өзіңді көрсетіп жатсың да, и мен ойлаймын да, негізі успешный еркектің артында успешный әйел тұрады деген келеді. Жо, мен ойлаймын, Балауса ханым, Ақерке наоборот мотивация беріп жүрген сияқты еркектерге. Мотивацияны да негізі дұрыс Қыздар, сөздеріңізді бөлейін, біз дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, реакция қалай болады, бірге білеміз.